Бірдеңеден сырдеңе. Ой, бәрекелді. Ал жақсы кеттік. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біз әдеттегідей топ 5-тігімізді жалғастырамыз. 5-тігімізді алғашқы болып әдекемен CH Knight. CH Knight қой, дұрыс қой? SQ Knight. 5-тігімізді алғашқы болып әдеке SQ Knight есімді жігіттердің үлкен қыздар жыламайды деген туындысымен бастамақпыз. Сен дегенде жүректен сырғанайды, сенде жүрек басқа әнді тыңдамайды. Сен дегенде жүректен ән сырғанайды дейді. Сенде жүрек басқа әнді тыңдамайды дейді. Болды доғар үлкен қыздар жыламайды, жұбату үшін бұл әнім дейді. Жүректен ән сырғанамайды. Білген жоқ. Жүректен ән шығуы мүмкін. Жүрекпен әнді ұғуы мүмкін. Жүрекпен түсінуге болады. Жүрекпен әнді айтуға болады. Сомдауға, орындауға болады. Бірақ жүректен әнді сырғанатуға болмайды. Сен басын істей ма? Сенде жүрек басқа әнді тыңдамайды. Сенің жүрегің басқа әнді тыңдамайды болу керек. Немесе сендегі жүрек басқа әнді тыңдамайды болу керек. Өте бір түсініксіз және дұрыс емес сөйлем. Біреу кетіп қалса ұят қылсын. Жүре бер жанымда мәңгі күлім деп, мен сені жүректің ішіне жасырам дейді. Миға сыймайтын дүниелерді айтуды қою керек. Сен қалай ол жүректің ішіне жасырасың оны сен? Болмайтын нәрсені айтпай отыршы, аузың келген оттамай. Сен жүрегіңдегі мынандай ақ бірдеңе бір көсу кетіп, оның ішіне сен 90 келілік қызды қалай жасырасың құрсын? Енді 90 келі шығар, енді үлкен қыз деп тұр ғой, енді үлкен дегенде енді. Байып. Жылама, жасың жүрегімен сүртем, әлім өзгерет күлсең, мен сені әнмен тербетем, кішкентайсың әлі бөпем. Жылама, жасыңды жүрегіммен сүртем, әлем өзгерет күлсең, мен сені әнмен тербетем, кішкентайсың әлі бөпем дейді. Так, кішкентай ма, үлкен қыз ба? Не болып кетті? Жүрегіммен сүртем дейді. Атаңның басы сүртесің, жүрекпен жас сүрткен кімнен көрдің сен? Не деген адам біледі? Болмайтын нәрселерді айтпаңдар деймін. Жүрек саған носовой платочек емес қой ол. Мен сені әнмен тербетем дейді. Жақсы енді. Көңілін аулап, кішкене әнмен тербетуге болады енді. Сен оны тербет ән. Бірақ мына әнмен тербетпей құрсын. Мына ән мені шайқайта. Садыр сен не қыласың мына мен тербетесің? Жәудіреп тұрған жанарыңмен күліп қараңыз. Жәудіреп тұрған жанарыңмен күліп қараңыз дейді. Жандысың ба? Су қолыңмен, құрғақ қолыңмен сүртші деген дейді ғой. Не шегесіңдер жүрмір? Әні мені жылайын деп тұрады ғой, жәудіреп. Жас мөлтілдеп көзіне тұнып. Соны жәудіреп дейді. Ол мен қалай күліп қарайды ол? Ол мазақис емес пе? SQ Knight айналайын. Сен ана шегетіңнен қалдыр бізге де десе. Сен бүгін ұшасың кетесің. 5-тігімізді ары қарай өзіміздің сүйікті әншіміз, атақты плагиатчик Рахымжан Жақайым деген азамат. Рахымжан Жақайым вот еңбек етіп жатқан сол жігіт. Ескі әннің ырғағымен жаңа әлемді бастайын мен. Бірінші куплет сразу авария. Ескі әннің ырғағымен жаңа әнімді бастайын мен. Ол әннің ырғағы ескі. Ол қалай жаңа ән бастайды? Ескі ән бе, жаңа ән бе? Действительно шайып бөтіпіз, действительно. Тики-рики тики-там дейді. Көңіл тербейді дейді. Тема ғой, тема. Меніңше сізге мамандарға көріну керек сияқты, өйткені тики-рики тики-там деген нәрсе сіздің көңіліңіз тербесе, значит сіздің көңіліңізде бірдеңе не то. Не слушай никого, кто сможет. 18 бен 25 қайтып келмейді. 18 бен 25 қайтып келмейді. 17 мен 24 та қайтып келмейді ғой, брат. Жака, красавчик, бля. Гитарамен ән шырқап, түнді таңға жалғады. Гитарамен ән шырқап, түнді таңға жалғады. Түнді таңға жалғамайды. Таңды таңға жалғайды, немесе таңға дейін отырады. Белгілі бір нормалары бар ғой, тілдің нормалары бар, айтылу реті бар. Бәрекелді. Тики-рики тики-там көңіл тербейді. 18 бен 25 қайтып келмейді. Осыны 9 рет айтады. Бітті, пожалуйста, ән сал. Үшеу өзінікі емес. Ұғырлағаннан кішкене мәтін қосшы құрсын. 5-тігімізді ары қарай Қайрат Нұртас есімді азамат Шағала атты туындысымен жалғастырады. Сырыңды қалай таба аламыз, қасыңа қалай бара аламыз, сүйкімді шағалақы. Би дейді, сырыңды қалай таба аламыз, қасыңа қалай бара аламыз,
сүйкімді шағала қыз деген чайка ғой. Чайка қыздар деген андай жігітпен жүреді, ішеді, жейді, қыдырады, бірақ тегін. Блин, я так люблю кальян. Сендей сұлу жоқ шығар Европа мен Азияда. Сендей сұлу жоқ шығар Европа мен Азияда дейді. Ой, тұмар. Өзі ерке, өзі дара дейді. Дара чайка болмайды. Сен мен алдадың ба? Сөзбен алдап, аз ұяла дейді. Ұялып тұрып, өзі ұялып тұр, өзі еще алдап тұр. Менің басым тауықтың жұмыртқасы ма еді? Чайка болып көріппен қарғам дейсің. Мейлі, шайқа тағы да шайқа. Қайырмасы дейді. Мейлі, шайқа, тағы да шайқа дейді. Ой, тұмар. Аяғың талмасын жануар. Шайқап тағысыңдар ғой қайрын. My God. Мынадан еш күтпегенде қайтайдың құрсын. Біраз шайқаған екесіңдер құрсын. Сен шықтың арғылау бөлмеден. Бұл жолы киімен емес. Шайқа, тағы да шайқа дейді. Туытыры шайқап сапсың ғой құрсын. Айта бер, айтшы, қинашы мені, қинашы. Шағалағыз, жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз. Құмай егет. Мына жерде шын сезімнен дым жоқ қой құрсын. Салық болайын ба тұрған жерді. Сен ойлап, төрт шайқайсың, қайдағы шын сезім мына жерде? Ұмытпашы, өтініш, ойын түбі өкініш дейді. Ұмытпайды ғой енді ол. Ол қайдан ұмытады құрсын? Шайқап бағыпсың, қайдан ұмытады ол? Мейірімсіз махаббат, мен Ринатты сүйемін. Шәрбаттан да тәттісің дейді. Бір жігітке бақпысың дейді. Сендер сөйтесіңдер, шайқап аласыңдар да, кімнің бақ екенсіңдер деп отырасыңдар. Бұл менің өмірім. Менің тағдырым. Сұлумысың кім біледі дейді. Аншама шайқағанда сұлу ма, сұлу емес пе, қарап үлгермедің ба құрсын? Кешіріп қойыңыздар, қымбатты ханымдар мен мырзалар. Сен білмегенде біз қайдан білеміз енді, сұлу ма, сұлу емес пе? Жай, в общем, әннің примерно мағынасын түсіндіңіздер ғой. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Жай, соны қаза бермейік енді, осымен тәмам. Так, біз енді Қаршадай қазақтың қызы Зируза деген замандасымыз бар. Сол Зирузаның ұятсыз бала деген туындысы бар. Ұятсыз бала. Өзі бір өте қызық туынды. Жаңа біз Рақымжан Жақайымға сен ананы 10 рет қайталадың деп айып тағып отырмыз ғой. Зируза Рақымжанды қоя тұрмын да мына жақта мен бармын ғой дейді. Ұятсыз бала. Ондай маған керек емес, сендей жігіт емес. Үш рет айтты, ұятсыз бала дейді. Ұятсыз екен, жақсы. Ондай маған керек емес, сендей жігіт емес дейді. Абшуымыз бар, еркекпіз. Ұятсыз бала, қызыңа бар арамызда, ойынғана басың қайда. Ұятсыз бала, қызыңа бар дейді. Нан қызы бар ғой. Қызы бар өзінің, бірақ бұл Зирузаға кеп қырындап тұрған ғой жақты. Өлім күйем деген қайда кетіп қалдан бәрі. Өлім күйем дегені. Қараңыздаршы, ұятсыз бала, бірінші, қызыңа бар, екінші, арамызда ойынғана, үшінші, басың қайда. Төртінші. Осы төртеуінен ұйқасы тауып беріңізші. Биыл ештеңе жоқ. I don't want take it. Ой, қой мынаны. Yes, I can. Türkçe biliyor musun? Ой, қой мынаны. Бармай қойық, жарайды, ағылшынша бірден айтады. Good. Қойшамасы еді. Мен түсінбей тұрмын, сонда қалай ол? Сен қыдырып жүресің күнде, ол саған жақындайды, араларыңда ойын ғана бар, сен оған кет енді дейсің, сосын сен оған айтасың, сен енді кеме дейсің, тик-так уақыт, жоғалтқанда нағыз бақыт, келіп тұрма ес қақ дейді, кеме дейді, сосын айтады, сенде жігіт маған керек емес дейді. Немене бәлеген ауғырсын? Құлды бұл шайды, кетті лақты ол тыңдамай. Жақ оқырсын, басқа тұрмай, жақсы аман жүрсін. Тетя, умоляю, прошу тебя. У меня дочка. Бестігімізді тәмамдайтын Мирас Жүгінісов деген замандасымыздың Сен туралы атты туындысы. Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді, себебі. Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді, себебі. Мона Лиза деңгейде деген сөз болмайды, Мона Лиза деңгейіндегі деген сөз болады. Немесе Мона Лиза деңгейлес деген болады. Остановись, бэби. Тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау, өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау. Тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау дейді. Шабыт деген
шабыт деген сіздің кастрөлге құйып қойған сорпа емес қой. Мынауың базар жоқ, бізде джентльмен екен мына. Шабыт деген нәрсені біреу келіп қозғап кете алмайды ғой. Шабыт сыйлай алады, шабыттандыра алады, бірақ шабытты қозғай алмайды. Шабытын оятады, шабытын сыйлайды, шабыттандырады. Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау дейді. Тазалықты қалай сыйлайды ол? Мыналар жынды ғой ма? Қалай сыйлайды ол тазалықты? Уборка жасап бере ме ол? Қалай сыйлайды тазалықты? Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді. Шедевр. Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді. Шедевр дейді. Шедевр поэма жазу үшін әуелі 2 жол әннің өзін қатесіз шедевр қылдырып жазып алу керек шығар деп ойлаймын. Я просто похлопаю. Көңілі бұлғанбаған, қиялы ұрланбаған. Көңілі бұлғанбаған, қиялы ұрланбаған дейді. Көңілі бұлғанбаған дегенің дұрыс, жақсы. Қиялы ұрланбаған деген ол қалай қиялы ұрланбаған дейді. Ой біле ма? Ой біле. Музыкасы мінсіз әуені, қанша тыңдасам да аз маған. Музыкасын мінсіз әуені, қанша тыңдасам да аз маған дейді. Музыка деген сөз өзі әуен деген сөздің орысшасы. 40, орысша 40. Сонда тура 40 сияқты 40-сың деген сияқты. Что это ты? Тағы бір қайтылыш. 40-тан ауымайтын 40 екенсің деген де. Сені басты рөл қылып, Оскар алар фильм түсіргім келеді. Сені басты рөл қылып, Оскар алар фильм түсіргім келеді дейді. Ол қалай сен адамды басты рөл қылдырасың? Оны басты рөлде ойнатсайшы, может сен? Оскара! Оскара! Толығымен дұрыс емес сөйлемші кәдімгі. Полностью дұрыс емес ше. Сені басты рөл қылып дейді. Адамды қалай рөл қылдырасың сен? Жынысың да дейсіңдер. Tamam.